Қазан айының алғашқы күні тек қарттар күні емес, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды да қолдау күні. Осыған орай Түркістан қаласында тумысынан тағдыр тауқыметін тартқан балалар құрметіне мерекелік шара ұйымдастырылды. Олар үшін ең тәтті тағамдар ұсынылып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Қалалық мүгедектер қоғамдық қоры мұрындық болған шараға оңалту орталығында демалып жатқан 200-дей бала қатысты. Шара кезінде мереке иелерінің көңілін көтеру үшін ұйымдастырушылар түрлі ойындар ұйымдастырды. Соның бірі арнайы оқытуды қажет ететін балалардың талантын ашуға бағытталды. Аталған бағдарлама аясында кешке келген балғындар өз өнерлерін ортаға салды. Бірі өлең оқса, енді бірі ән шырқады. Сонымен қатар бұл күні қоғамның әлсіз тобын қолдау бағытында қарқынды іс атқарып жүрген жандарға да құрмет көрсетілді. Әлеуметтік жұмыстарға белсене ат салысқан азаматтарға қала әкімінің алғыс хаты тапсырылды. Сондай марапатқа ие болғандардың бірі Насиба Құлахметова. Үнемі игі істің басынан табылатын ол қайырымды істі марапат алу үшін істемеген. Біз міне ашылғанға бір 2 жылдай болды. Содан бері міне қайырымдылық қорымен Фируза апайлармен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Қандай көмек болса бізде адал қызмет етіп, осындай нәрестелерге барлығына қолымыздан келгенше көмек істейміз. Әрқашан оларға көмек керек болса, жәрдем керек болса, халыққа қызмет ету біздің міндетіміз. Еске салып өтейік, қаладағы мүгедектер қоғамдық қоры 1990 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қоғамдағы әлжуаз топ мүшелерінің жағдайын үнемі бақылауда ұстайтын қор бүгін шаһардағы арнайы оқытуды қажет ететін 60-қа жуық баланы өз қамқорлығына алған. Бүгінгі шараға сол балғындар да тартылыпты. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұридин Ысқақов, Бақыт Байларов, Тұран Ньюс.